Ақтаудың шұрық-тесік, кедір-бұдыр жолдары жамалып көп ұзамай жөнделеді. Қазіргі таңда 26 мен 28А шағын аудан көшелерінің қиылысынан бастап 25-ші шағын ауданда орналасқан тергеу изоляторына дейін орташа жөндеу жұмыстары басталды. Жолдың ескі қабыршықтары алынып, тегістеліп, бордюрлер ауыстырылды. Енді тек асфальт төсеу қалды. Сондай-ақ тергеу изоляторынан бастап 22-ші шағын ауданның қиылысына дейін асфальт төселеді. Жетібай Құбашевтың сөзінше, басты назарда екі мәселе тұр. Бірі жұмыстың сапасы, екіншісі оның уақытында орындалуы дейді. Айтуынша жөндеу жұмыстары маусым айының ортасына дейін толығымен аяқталады. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша Ақтау қаласына, жол саласына 100 миллионның ішінде ақша бөлінді. Негізі 2 жылғы жолдың мерзімі, өздерінің кепілдік беретін мерзімі. Енді 2 жылға дейін береді, бұл 2 жыл емес, енді 5-6-10 шақты жылға дейін кетеді деген ойдамыз. Жалпы Ақтауда шағын аудан ішілік жолдың жағдайы сын көтермейтіні жасырын емес. Мәселе мынау 16-шы ықшам аудандағы көше жолы. Асфальт опырылып, шұрық-тесік болған жолдар ең әуелі жүргізушілердің мазасын қашырған. Осы жолдар жөнделсе дейміз тездетіп. Бір күндері түсіп кетіп жатса, бір басқа адамға зиян келеді ғой. Басқа адамдарға зиян келмесін дейміз, жүргізушілерге, машиналарға, көліктерге. Жолдың сапасы жоқ вообще. Мынаған әлі бір жыл толған жоқ, мұны қараңыздар өздеріңіз. Сапа жоқ, контроль жоқ, жұмыс жасамайды. Өткенде бір опыл өшірге келді. Мен мына жолмен келдім. Ол байқамады, мына жерде мен жолдың ой шұқырын білемін де, мен оң жағымен жүремін. Ол келді, осыған ұрды. Шинасы жарылды. Енді ана обал ғой енді. Қалай енді бұл? Қадағалау керек, әкім жақтан қадағалау керек. Жол қадағалау керек, управление. Жетібай Құбашев бұл мәселеге қанық. Оның айтуынша шағын аудандарында тұрғын үй салу жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Осы ретте құрылыс материалдарын таситын ауыр жүк көліктері жолды бүлдіріп тастағаны жасырын емес дейді. Ал алдағы уақытта кедір-бұдыр жолдар жөнделіп, қалпына келтіріледі. 16-шы шағын ауданға келетін болсақ, оның ішінде қазірден құрылыс жұмыстары көптеп жүріп жатыр. Сондықтан деген ол жерде деген әлі мына құрылыс жұмыстары біткеннен кейін ол жерде қайтадан да жолдың ішкі жолын реттейміз. Ретке келтіреміз де, оны саламыз оны қайттан деген. Оның өткенде де оның үшін салдық бергі жақтарын деген. Сосын аратын қосатын жолдарын кешеге қиып кеткен мына СМК-4-дің 4-тің қиып кеткен жерлерінде істеп жатыр өздері деген мердігер мекемелер. Барлығы да қалпына келеді ол жұмыстар деген. Оған халықтың алдында уәде беруге болады. Бүгінде бұл ауданда көп пәтерлі тұрғын үйлер бой көтеруде. Құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне байланысты аталған жолдарды қалпына келтіру үшін уақыт керек дейді жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы. Бақытжан Сатылханұлы, Сәбит Амангелдіұлы, Ақтау Ньюс.